Маймыл мен көзілдірік. Артайып, нашар көрді маймыл көзі. Ойлады ем етерге оған өзі. Көз асса көзілдірік емі деген тиетін құлағына жұрттың сөзі. 5-6 көзілдірік маймыл тапты. Баразын құйрығына тізіп тақты. Қарады бірін искеп, бірін жалап, бір мезгіл төбесіне қойып жатты. Пайда жоқ искесе де, жаласа да, қойып ақ әр жеріне қараса да, маймылға көзілдірік ем болмады, адамның көздеріне жараса да. Жоқ, деді, титімдейді пайда тіптен. Мәжнім бұл шыныдан дәру күткен. Жақсақ деп көзілдірік шулаушы еді, бәрі де жалған шекен адам біткен. Сөздері жұрттың айтқан бәрі жалған. Мен жарым жалған айтқан сөзге нанған. Көрмедім жауалғырдан ешбір пайда. Еңбегім босқа кетті іздеп талған. Қараңыз, маймыл нетті сонда тұрып. Бір тасқа ұрды бәрін ұлақтырып. Ашу мен жарымдықтан пайда бар ма? Күл-күл боп көзілдірік қалды сынып. Алғанға бұл кеңесте ғибрат бар. Маймылша іс ететін көп надандар. Пайдалы затты орнына жұмсай алмай, сөгетін пайдасыз деп жоқ бадамдар.